Сәлем балалар, қал жағдайларыңыз қалай? People's Book 36 бет. Exercise 1. Listen, point and repeat. Тыңдаймыз, көрсетеміз және қайталаймыз. Мұнда бізге музыкалық аспаптар берілген. Соларды қайталап шығамыз. Жетіген, жетіген, жетіген. Қобыз, қобыз, қобыз. Домбыра, домбыра, домбыра. Violin, violin. Скрипка, drum, drum. Бұл барабан. Tambourine, tambourine. Бұл double. Piano, piano. Пианино. Flute, flute. Бұл флейта. Яғни үрлемелі осындай аспап. Енді астында белген percussion, woodwind, string or keyboard, point and see дейді. Percussion деген бұл соқпалы аспаптар, яғни ұрып соғып ойнайтын. Woodwind дегеніміз бұл үрлемелі аспаптар. String дегеніміз бұл шекті дейді, шекті аспаптар. Keyboard деген бұл клавиатурасы барлар. Енді қайсысына жатады, соны айтамыз. Бізде драм берілген, екіншісі tambourine. Tambourine is a percussion instrument. Соқпалы аспап. Flute is a woodwind instrument. Үрлемелі аспап, бұл жерде тек флейта. Қалған қобыз, жетіген, домбыра, violin are string instruments. Және piano is a keyboard instrument болады екен. Келесі екінші ату read and match, then take roles and act out. Оқимыз, сәйкестендіреміз, одан кейін рөлдерді ойнап көрсетеміз. Let's play the piano. No, don't make any noise. Пианино ойнайық, жоқ шулама дейді. Бұл бізде би суреті екен. Why have you got a flute? To play a song, listen. Сенің қолыңда неліктен флейта бар, ән ойнау үшін тыңда. Бұл бізде D суреті екен. 2 деп нөмір қойымыз. Let's play some music. Good idea. Get the домбыра, please. Музыка ойнайық. Жақсы ой. Домбыраны ал. Бұл бізде A суреті екен. Және 4-сі ең соңғысы. Why are you drawing the қобыз? Қобызды неліктен суретін салып жатырсың? To show it to my music teacher. Музыка мұғаліміме көрсету үшін. Бұл бізде C суреті екен. Осымен бұл беттің тапсырмаларын аяқтадық. Осындай қызықты ақпараттар үйрендік, білдік. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.